Сәлем достар, біздің бақалар туралы қызықты бейнеге қош келдіңіз. Бақалар бір жерде миллион жыл бойы өмір сүріп келе жатқан таңға ажайып тіршілік иелері. Олар динозаврлар және адамдан әлдеқайда ерте пайда болды. Бастапқыда шамамен 360 миллион жыл бұрын қосмекерлердің өмір салтын ұстанған ата-баба бақалары болды. Бұл тіршілік иелері суға немесе құрлыққа толық бейімделмеген. Олар бақалар мен балықтар арасындағы аралық формада болды. Содан кейін шамамен 250 миллион жыл бұрын өте ұзақ эволюциялық уақыт кезінен өткен қарапайым бақалар пайда болды. Олар әртүрлі түрлерге айналды. Тропикалық джунглиден суық далаға дейін экожүйелердің кең ауқымында бейімделді. Бақалар жер бетіндегі ең үлкен немесе ең кішкентай тіршілік иелері емес, бірақ олардың өлшемдері бойынша керемет әртүрлік бар. Мысалы, ең кішкентай бақа қазір жойылып кеткен алтын жол атты ұзындығы небәрі 9 мм болатын. Ал ең үлкен бақа туристік бақа деп аталатын ұзындығы 30 см-ден асатын бақа. Бақалардың таңғы жебелекшелерінің бірі олардың терісі. Ол әдетте ылғалды және шырышты болады. Бұл бақалардың терісі арқылы тыныс алуына көмектеседі, сонымен қатар оларды сусынынан қорғайды. Бақалардың кейбір түрлері қоршаған ортаға сәйкес келу үшін терісінің түсін өзгерте алады. Бұл оларды жыртқыштарға көрінбеуге көмектеседі. Бақалар керемет дыбыстарымен танымал. Көптеген еркек бақалар түнгі ауаны әйелдердің назарын аудару үшін қатты және әртүрлі қоңыраулармен толтырады. Кейбір бақалар алыс қашықтықта естілетін дыбыстарды шығара алады. Бақалар өз өмірлерінде керемет өзгеріске ұшырайды. Олар өз жолын судағы дәр нәсілдері ретінде содан кейін татты баларға айналып, ақырында толық бақаға айналады. Метаморфоз деп аталатын бұл процесс бақалардың өмірлік циклінің ең таңғажайып ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Барлық бақалар тіршілік ету формасына байланысты әртүрлі аква түрлеріне бөлінеді. Кейбір тұщы су, басқалар тұзды суға жақсы көрсе, ал кейбірлер терісі ылғалды болған жағдайда құрақ жайда өмір сүреді. Міне достар, сізге бақалар әлеміне қызықты экскурсия ұнады деп үміттенемін. Олар өздерінің параметрлері мен ерекшеліктеріне қызығушылық пен қуаныш сыйлайтын шынымен таңғажайып жаратылыстар. Біздің бейнені көргеніңіз үшін және келесі бейнеде кездескенге дейін рахмет.